Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Біз бүгін бірінші сыныпта өткен есеп дегеніміз не тақырыбын онан сайын тереңдетіп қайталайтын боламыз. Алдымен бүгінгі өтетін тақырыптың атауы мен мақсаттарымен танысып алайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір және екі амалмен орындалатын есептер. Сабақтың мақсаты бір екі амалмен орындалатын есепті кесте, сызба, қысқаша жазба түрінде модельдеу. 2-3 амалды жақшалы және жақшасыз өрнектерге арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу. Балалар, ең алдымен есеп дегеніміз не деген сұраққа жауап іздеп көрейікші. Есептің міндетті түрде қандай талабы бар? Есептің міндетті түрде шарты, сұрағы, шешуі, жауабы, кейде сызбасы да болады екен. Дұрыс айтасыңдар. Қосымша көмек ретінде сызбада қолданады кейде. Құрметті оқушылар, қазір мен сіздерге есеп көрсетемін. Олардың бірінен бірі қандай айырмашылығы бар екен бірге тауып көрейік. Автобуста 5 қыз және 5 ұл келе жатты. Автобуста барлығы неше бала болды? Есептің сұрағына бірден жауап беруге бола ма, балалар? Әрине болады. Қанша бала екен барлығы? 10 бала. Ал екінші сұраққа есепке назар аударайық. Автобуста 5 қыз және 5 ұл келе жатты. Аялдамадан 6 бала түсті. Автобуста неше бала қалды? Есептің сұрағына бірден жауап беруге бола ма? Алдымен нені білу керек? Дұрыс айтасыңдар, алдымен автобустағы адамдарды анықтап алуымыз керек. Содан кейінше енді солардан түсіп қалған 6 баладан қалған санды табамыз. Сендер есепті неше амалмен орындадыңдар? 2 амалмен орындадыңдар. Дұрыс айтасыңдар. Әрбір амал нені білдіреді? Есептің сұрағына жауап беруге тырысыңдар. Келе жатты 5 қыз 5 ұл, түсті 6 бала, қалды белгісіз. Яғни жаңа біз айттық, бірінші келе жатқан адамдарды анықтап аламыз дедік. 5 қыз бен 5 ұлдың қосындысы 10 бала. Енді барлығы 17, одан қанша бала түсіп қалды дейді? 6 бала түсті дейді. Сонда қанша бала қалды автобуста? 4 бала қалды. Бұл балалар өрнек 5 пен 5-тің қосындысынан, яғни бұл келе жатқандар, азайтамыз. 6-ны бұл түскен. Сонда қалғаны бізде 4 бала. Мұндай есептерді балалар құрама есеп дейді. Егер жай есеп бір амалмен ғана орындалатын болса, құрама есеп 2 және одан да көп амалмен орындалады. Яғни есімізде жүреді. Мұндай есептерді біз құрама есептер дейміз. Құрама есептің шешуіне назар аударайық. Егер екі амалды біріктірсек, бір өрнек құрастыруға болады екен. Яғни амал деген біздің 5 пен 5-тің қосындысы бір амал. Онда бір амал, 2 амал болды. Енді осы екеуін 2 амалды біріктіріп жазып едік, бізде өрнек пайда болды. Есімізде сақтап жүрейік. Жақшалы өрнекті алдымен жақша орындалып, одан кейін басқа амалдар орындалады. Ал жақшасыз өрнектерде амалдардың реті бойынша орындала береді. Мұнда бірінші жақша орындалады, одан қосу орындалады. Мұны жақшасыз жерде бірінші қай амал тұрса, бірінші сол орындалады. Мұнда бірінші азайту орындалады, екінші жақша сыртындағы амал санды орындайды екен біз. Автобуста 5 қыз және 5 ұл келе жатты. Аялдамадан тағы 10 бала отырды. Автобуста барлығы неше бала болды? Келе жатты 5 ұл 5 қыз отырды, 10 бала, барлығы неше бала? Амалдарды жаздық. Бірінші келе жатқан адамдар тауып алдық.
одан келе жатқан барлық адамға отырғаннан балалар санын қостық барлығы. Енді өрнек түрінде жазатын болсақ, 5 пен 5-тің қосындысына 10-ды қосамыз. Жауабы автобуста барлығы 20 бала болды. Енді мұнда қарайық балалар. Автобуста 30 бала отыр. Аялдамадан 10 бала түсіп, 5 бала кірді. Автобуста барлығы неше бала болды? Яғни отырды 30 бала, түсті 10 бала, кірді 5 бала, болды неше бала? Яғни дұрыс айтасыңдар, 30-дан 10-ды азайтамыз. 20 бала болды. Енді қайтып 5 бала кіріп еді, барлығы неше бала болды? 25. Енді өрнек түрінде құрастырамыз. 20 мен 10-ның айырмасына 5-ті қосамыз. Мәні неше болды балалар? 25, дұрыс айтасыңдар. Жауабын жазамыз. Автобуста барлығы 25 бала болды. Жеке жұмыс орындаймыз. Есепке берілген сызбаны мәліметтермен толықтырып оларды шығарамыз. Сырым таңертең үйінен мектепке дейін 30 минут жүрді. Ал ол үйіне қайтқанда 20 минутта жетті. Тағы ол көршісімен 10 минут сөйлесті. Сырым барар және қайтар жолынан және көршісімен сөйлесуге барлығы қанша уақыт жұмсады? Дұрыс айтасыңдар, 30 минутқа 20 минутты қостық, барды, қайтты, я? Яғни 10 минут сөйлесіп тұрды. Барлығы қанша минут кетіпті? 60 минут кетіпті. Ал 60 минут дегеніміз балалар сағатқа айландырсақ, өте тамаша, 1 сағат. 1 сағатта 60 минут бар екен. Балалар, біз бүгін көп жұмыс жасадық. Жарайсыңдар. Егер әлі де бұл тақырыпқа қиналып жатсаңдар, мен әрдайым көмекке келуге әзірмін. Бүгін біз бір-екі амалмен орындалатын есепті кесте, сызба, қысқаша жазба түрінде модельдей аламын. Онда алсаңдар плюс таңбасын, ала алмасаңдар минус таңбасымен белгілейміз. 2-3 амалды жақшалы және жақшасыз өрнектерге арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтаймын. Олардың мәнін таба аламын. Есепке берілген сызбаны мәліметтермен толықтырып, оларды шығарамын. Өте тамаша балалар. Үй тапсырмасын аламыз. Үйге 55-ші беттегі 4-ші есеп. Қарындаштармен амалдың орындалу ретін қойып есептейміз. Көріп тұрсыңдар ма балалар? Есептелу жолдарын осылай етіп есепті. Бірінші қай амалы орындалады, екінші қай амалы орындалады, қарындашпен төбесіне қоямыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Белсенді сабаққа қатысқандарыңыз үшін рахмет айтамын. Сау саламатта болыңдар балалар.